Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсың. Балалар, бүгін бізде сауат ашу сабағы. Сауат ашудан балалар сан үйренеміз бе? Әр күні үйренеміз. Ал енді балалар, бүгін бізде сауат ашуда жаңа әріп, жаңа дыбыспен танысамыз. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұмбақ айта білеміз. Балалар, біз жұмбақты жаздырып, жұмбақты айта білеміз бе? Жұмбақ жазыра аламыз және жұмбақты шеше де алады екенбіз де балалар. Ал енді балалар, мен сендерге кішкентай ғана бір жұмбақ жасырайын, соны маған тауып берсіңдер. Санымыз қанша білмейміз, түнімен көз ілмейміз. Мынау не бізде? Сырттағы жақсы болып тұрған не бізде? Жапырақтар. Яғни біздің жауабымыз не екен? Жапырақ айтасыңдар. Яғни балалар, бүгін бізде сауат ашу сабағында жаңа әріп, жаңа дыбыс ж. Қайталайық. Ж. Балалар, қараңдаршы, ж дегенде дыбысымыз ж кедергімен шығып ма, кедергісіз ба? Кедергі ж. Тіспен тілдің кедергісі арқылы ауамен шығады. Ж. Ал енді барлығымыз ж әріпін ауамен жазамыз. Қолды көтереміз оң жазамызды. Сендер оң қолдары мұнайықта, ал мен оң қолым бұлай келеді. Ал кеттік. Ж әріпін жазамыз ауамен. Ж. Жарайсыңдар. Бұл бізде ж әріпі. Ал енді балалар, ж әріпінде қандай сөздер кездесетінін сендерге таныстырып өтейін балалар. Ал енді балалар, мынау бізде не? Жапырақ. Жапырақ. Бұлға білеміз. Жапырақ. Жапы бар ма, жоқ па? Жапырақ дегенде. Бар. Біз айтасың. Басында кездесіп келесі, мынау бізде не? Тәж. Бұлға білеміз. Бір бұлғы. Жапы қайда кездесіп тұр? Сол. Солында. Келесі, мынау бізде не? Бұлға білеміз. Басында, біз айтасыңдар, мынау бізде? Жаңғақ, бұлға білеміз. Жапы қайда? Келесі, бізде? Қоян, қазақша не дейді? Көш. Бұлға білеміз. Жапы қайда кездесіп тұр? Ортасында. Келесі бізде не? Ожал, бұлға білеміз. Яғни балалар, бізде ж әріпі дауыссыз дыбыс екен, және қандай текшеге белгіленеді екен бізде? Көп па, қызық ма? Көп. Яғни бізде дауыссыз дыбыс көп текшемен белгіленеді екен. Және ж әріпі сөздің басында, ортасында кездеседі екен балалар. Ал енді балалар, біз енді ары қарай тапсырмамызды күрделендіру үшін және тапсырманы терең ойлану үшін бізде ж әріпінің элементін жазып көреді екенбіз балалар. Бізде мынау не болып келеді? Сауат ашу дәптеріміздің сызбасы. Ал енді балалар, біз ж әріпін мұқият жазамыз. Бірінші біз ж әріпін жазу үшін қаламызды жоғары жақтан қайырып келіп төменге түсеміз. Таяқшасын ұзыннан төменге түсіп, қалай жоғары көтеріп, қайта қайрады екенбіз. Бұл жының қандай түрі? Үлкен түрі. Келесі, жының кішкентай түрін сызықтың ішіне жазамыз, қайырып домалақ қыламыз да, сызығын жоғары, төмен, жоғары, және қайырып ерекшелік қайрамыз. Бұл жының қандай түрі? Яғни ж дыбысы бізде дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз, Ал енді балалар, бізде ж дыбысына байланысты сендерге мен тапсырма беремін. Сол тапсырманы жайменде орындаймыз. Яғни бұл жерде ж әріпіне келетін көкөністер, киімдер және бізде берілетін даладағы жануарлар, талдар, ағаштар ж әріпіне келетінді біз жабыстырып сызып қоршаймыз. Жарай ма? Мысалы, бізде Айша мен Айаролар бірге істейміз. Қаламмен белгілейміз. Қаламдарын алып бірге топпен жұмыс істейміз. Келесі, ж әрпіне байланысты өркен. Мәдина, келе ғой, яққа келіп, ж әрпіне келетін суретті қоршайсыздар. Яққа қоршайсыздар. Келесі, мысалы, бізде не бар? Киімді, қыстық киімді қандай деп айтамыз? Өркен, кел, тапсырманы орындайық. Кел, жан. Ya,
Dürüst, tamaşa. Dürüst. Oran yaprak gibi. Oradan tutuşturayım. Aynalamızda hayır. J harfiyle kilitli tasmanı koşayız. Koşayız. Ya. Ya tasman buradayız. Step koyduk var. Kanka topla. Step koyana kolda şapal koyalım. Bir. Tamaşa. Al endi topta жұмыс істегендерін екі оқушыны алып шығамыз. Қане? Айтып шығамыз. Келе ғой. Мен бәрін істедім. Келе ғой. Кел. Кел. Бізде тапсырманы орындайды. Кел. Айша келе ғой. Айша шығады. Және де Аяна кел. Аяна суретте нені сен тапсырма қайсысы осы, иә? Сен Аяна тілді, сен Майдана теңді. Деді сен оқып тұрамыз, иә? Келесі. Сен қымбат айта ғой. Жемпір, желеткі. Дұрыс, желеткі, жемпір. Яғни желеткі, жемпірде Ж әрпі бар ма, жоқ па? Жоқ. Ж әрпіде. Желеткі, жемпір. Ж. Бар, тамаша, отырамыз. Келесі Айша, кел қорғаймыз, мына түсіреміз. Келе. Бізде не көріп тұрсың? Қандай жеміс көкөніс көріп тұрсың? Жүзім. Көк жүзім. Иә, одан кейін мынау не бізде? Орам жапырақ. Яғни жүзім, орам жапырақ дегендерде Ж әрпі бар ма, жоқ па? Бар. Дауысын шығарыңыз, бар ма, жоқ па? Бар, отырады. Келесі Аяна, зере, атап өтеміз. Жаңғақ, жапырақ, жұлдыз деген Ж әрпі бар ма, жоқ па? Бар, дұрыс айтасыңдар. Ж әрпі кездестірілген. Бар, отырамыз, тамаша. Ал енді балалар, бүгінгі біздің танысқан Ж әрпіміз дауысы неге дауыссыз екен? Дауыссыз екен, көк екен. Дұрыс айтасыңдар. Енді балалар Ж әрпіне байланысты мен сендерге бізде табиғаттың құбылысы бізде не болып келеді? Мынау бізде не көріп тұрсыңдар? Мынау бізде не болып тұр? Бұлттар не жауады бізде? Жаңбыр. Яғни бізде жаңбыр тамшысында сөз берілген екен. Бұл сөзде қандай әріпті кездестіру екен бізде бүгінгі танысқан? Ж. Яғни осы Ж әріпін бізді жаңбыр бұлтымызға тамшысын жабыстырып шығамыз. Түсінікті ма балалар? Ал енді балалар жаңбыр тамшысын аламыз да бұлтқа келіп жабыстырамыз. Сол кезде қандай қай жерде Ж әріпі кездестірғанын табамыз балалар. Ал енді Ж әріпі сөздің басында ғана кіле жабыстырған жерде жабыстыра береміз. Кіле жабыстырған жерде жабыстыра. Үш бұлтқа жабыстырайық, көрдіңіз? Келе отырып. Жабыстыра береміз. Ал енді кейінше отырамыз. Сен жабыстырдың ба? Жабыстырмадың ба? Ал жаңбыр тамшыңды аламыз, отырамыз. Жабыстыра бер. Дұрыс. Қазір біз Ж әріпі қай жерде кездесетінін табады екенбіз. Жарайсың, отырамыз, тез отырамыз. Ал енді балалардың бұлтқа не жабыстырдық? Жаңбыр тапсырды. Яғни жаңбырда біз қандай әріптерді жабыстырып шықтық? Ж әріпі дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Кедергімен шыға ма, кедергісіз ба? Кедергімен. Қандай сөздерде?
басылма ретінде Ж әріпін талап дәптерге жазып басып келеміз балалар, иә? Рахмет сіздерге.